Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ғибратты, әсерлі әңгімелерімізді, ой саларлық әңгімелерімізді әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі әңгімеміздің тақырыбы зекет беруден бас тартқан сахаба деп аталады. Ал ендеше кеттік. Ардақты Мұхаммед пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, заманында Салаба есімді сахабаның дүние мүлікке, байлыққа құштарлығы ерекше болыпты. Күндіз түні баюды армандаған ол, ақыры пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын келіп былай депті: "О Алланың елшісі, мен үшін бай болсын деп Аллаға дұға етіңізші" дейді. Пайғамбарымыз оған: "Шүкірін өтей алатын аз малың шүкірін өтей алмайтын көп малдан артық емес пе?" деп қайтарып жібереді. Салаба екінші рет келеді. Бұл жолы пайғамбар қабағын түйіп: "Аллаға ант етейін, егер шын тілесем, мына тау мен тасың бәрі маған алтын болып берілер еді, бірақ мен қаламадым" дейді. Шындығында пайғамбардың үйінде апта бойы, кейде ай бойы тіске басар тамақ табылмаған кездер болған екен. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, аузынашарда 3-4 құрмамен шектелген. Уақыт өте келе, байысам, кедей-кепшіктерге қол ұшын беріп, көбірек сауап жинамас па едім деген ойлар мазалаған Салаба пайғамбарға тағы да қолқа салады. Егер байыса, жарлы жақыбайларға көмектесетінін айтып, Алланың атымен ант ішеді. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын Аллаға дұға жасайды. Көп ұзамай Салабаның малы көбейе бастайды. Бұрын пайғамбарымыздың ізімен мешіттен шықпай үзбей намаз оқитындығы үшін мешіт құсы атанып кеткен Салаба мешітке анда-санда ғана бас сұғатын болды. Көбіне көп малын игере алмайды, намазын қаза етіп жүрді. Аз уақытта асып тасқан малына жаңа жайылымдар іздейтін болған. Ол тек жұма намаздарына келетінді шығарды. Уақыт өте келе бірте-бірте 5 уақыт намаз түгілі жұма намазына да келуді қойды. Осы уақытта зекет садақа жайлы Алланың аяттары түсіп, әр мұсылман шама-шарқынша өзгелерше көмектесіп жатқанда, Салаба бұлардың қып-қызыл адам талау емес пе деп малының зекетін өтемей қойған екен. Мұны естіген ардақты пайғамбарымыз қап Салабаға обал болған екен деп, бір күні Салабаға туыстарының бірі жанына қатты батыра айтуынан соң кедейлердің ақысын беріп, Алла алдындағы күнәсін жумақ боп, арық қоңы төмен малын айдап пайғамбарымызға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын келгенде, ол кісі Алланың тыйым салуымен Салабаның малын енді қабылдай алмайтындығын айтады. Кейіннен Мұхаммед пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын дүниеден өткеннен кейін халифалар хазіргі Әбу Бәкір мен Хазіреті Омар да Алланың олардан разы болсын Салабаның зекетін қабылдамаған екен. Халифа Хазіреті Осман, Алла одан разы болсын, тұсында Салаба қайтыс болар алдында құлағына Хазіреті пайғамбарымыздың: "Шүкірін өтей алатын аз малың шүкірін өтей алмайтын көп малдан артық емес пе" деген сөздері жаңғырып тұрды. Иә, Салабаның бұл әрекеті зекетін шынайы ықыласпен бермейтінін бүгінгі сараң байларға үлгі боларлық өнеге. Мінекей достар, бүгінгі біздің ғибратты әсерлі әңгімеміз осымен тәмам. Ұнаса маған лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Одан кейін неше түрлі әсерлі ғибратты әңгімелерді жазатын боламыз.